Жалғастырамыз енді театрымыздың үлкен буынына кезек берейік. Сіздердің сүйікті актерларыңыз Қайрат Әділгерей. Ассалаумағалейкум, кеш жарық елорда. Мереке құтты болсын. Не болып кетті вообще? Не болып кетті вообще? Қалай өмір сүріп кеттік вообще? Тым мақсатсыз тек ішіп жатырмыз ғой, болды. Не болып кетті вообще? Түсінбей қалдық вообще. Бұрын карантинге дейін дәл осылай бір театр, өнер адамы, 50 адам билет қайтарып береді да, ана әнші вообще құнды зат, құнсыз болып кетті да, құнсыз зат, құнды болып кетті, представляете? Жоқ тады ғой бәрімізді, март-апрельде жабылып қалдық қой бәріміз вообще. Үйде жүрміз вообще, шықпаймыз. Бұрын мен карантинге дейін әйелім үйдің отағасы, балаларымның әкесі, асыраушым болды. Марттан кейін, апрельден кейін арам тамақ, жатып ішер жалмауыз болдық қой. Уже ыңғайсыздана бастадым да, ұятта уже. Добалда еркексің, 36-ға келген. Жүрсің да үйде, ақша таппайсың. Бәрі жауып қалды ғой, той жоқ, концерт жоқ, гастроль жоқ, ақша жоқ, ашпыз ғой енді почти. Бұрынғыдай андай ұшып жүру жоқ самолетпен. Анда-санда бір самолет түсіріп алыппыз, көбірек түсіріппіз ғой самолетте жүргенімізді. Оған да шүкір. Ұшып баратырмыз сен, бүкіл әтсе, қайқа! Шошып кетеді да, как будто мен Марсқа ұшып баратқандай. Соны жайлап, майларда ма ашыла бастады, байқайсыздар ма? Сәл-сәл ашыла бастап еді. Жайлап, техничен тойлар шыға бастады енді. Деп қалды. Баяғыдай баға жоқ бірақ. Әйтеуір жартысында болса да әйтеуір үйде жатқанда кім беріп жатыр әйтеуір. Балаларға ет, нан, май болса деген сияқты болды баяғыда. Сөйтіп басталды, той басқаша болып кетті. Тойдың да құндылығы басқаша болып кетті. Сонымен не керек? Күн жылғанға дейін той жүрді, сосын тоқтап қалды резко. Қайтадан ашаршылық басталды. Балаларым салбырап, түрлері. Қатым түрі абыршып кеткен андай. Уже ұнамай бастады әйелім. Сыртқа шығып, басқа бір десең, ешкім жоқ, шықпайды ғой енді бәрі карантин. Қайттан ашаршылық келе бастады. Зұлмат, жұт, қайғының қара бұлты төнді басымызға десең, ойнайтым. Бәрі, қарасам, бәрі бизнес аша бастады. Біреу суши, біреу қымыз, біреу құрт, біреу косметика. Сол кезде бүкіл әртістер өзінің дипломы бойынша жұмыс істей бастады. Сөйтсе, біреу зоотехник екен, біреу стоматолог, біреу вообще гинеколог, көп бұлында. Өзінің направлениесіне кете бастады. Сосын мен енді қандай бизнес ашамын? Біреу суши ашып тұрған енді ниша жоқ та, то есть канал болсын емес. Қандай бизнес ашуға болады? Маған бір идея айтыңызшы. Қандай бизнес ашсам болады, апа? Қырық 500 алып отыра берсеш, не аласың десе? Қандай бизнес ашуға болады, қарындас? Маған. Вообще бизнеске қатысы жоқ екен ғой сен. Тек қалай концерт ешкімді кіргізбейді? Онлайн концерт? Қой олай болмайды. Қандай бизнес, апа? Ну, здрасте. Вообще мен түсінгенім, кеше заң шықты ғой, жыныс ауыстыруға болады деп. Мына заңды көп күткен сияқтысы ғой, қатты күлдіңіз mesela. Сол екі ортаға делдал болсам ба деп отырмын да, клиент тауып беріп, сондай клиентке. Құдай сақтасын. Содан не керек? В общем, мен құрт сататын, суши, пицца жасайтын не аштым, кафе аштым. Андай біреудің атынан ашқан жоқпын, андай аты да жаман естіледі, амбассадор болған жоқпын ешкімге. Өзім садор, өзім сондай. Сөйтіп, ол акасы бизнес ашу үшін оны соңға тіркейді екенсің ғой. Сөйтіп, соңға бардым карантиннің кезінде. Анау бар ғой, бір Мексика мен Американың границасында тұрған сияқтысың. Бәрі маскамен, автоматпен кәдімгі. Сөйтіп, соңға кірдік, вообще, бізде любой направлениеде таныстар болады ғой обязательно.
налоговыйда біреу болады, сонда біреу болады, бір дәрігер, таныс стоматолог, таныс ветврач деген сияқты. Обязательно сон таңертең любой қазақ таңертең 8-де сонға баратын кезде кешкі 10-да звондап қояды Маратқа. Менің танысым Марат. Баяғы ұсталып, сотталып отыр. Жоқ, ойнадым. Маратқа звондадым. Марат, мен таңертең 8-де сонға баратырмын, шаруам бар еді деп. Сөз келе бер, мен сені күтіп аламын деді. Таңертең 8-де сонға келдім, Маратқа звондадым. Мәке, мен кетіп тұрмын. Не істейін десем, мен статуправление отчет тапсыруға кетіп барадым. 8-ші окошкаға Меруерт деген қызға айтып қойдым сені деді. Жақсы деп, сөйтіп кірдім да, Меруертке айттым. Меруерт, мен Мараттың атынан келдім. Айтты. Күте тұрыңыз деді. Күттім ән жерде. 8:30, 9 болды уже. Орыстар кіріп жатыр, Степандар. Олар почему-то сразу талон алды. Мен таныс арқылы кіріп отырмын, зачем мне талон? Степанның талоны 714 па, сондай болды. 414 болды. Бір сағат өткеннен кейін сосын Мира айттым, Мира, мен бағана Мараттан келіп тұрдым, Мира. Мен не істейін десем, сіз талон алыңыз деді. Мен барып талон алып едім, Степандікі 414 болды, менікі 538. Екі ортада 100 адам уже шаруасын бітіріп кетіп тұрмын сонда. Уже 2 сағат болды, мен таныс арқылы кетіп тұрмын, менің шаруам тез бітіру керек қой енді. 1 сағат күткеннен кейін 516 менің номерім жанды, канг деп. Соны барып едім, Меруерт айтады, мынау юридический лицон принимать ететін окошко, бізді қазір камера түсіріп тұр, 4-ші окошкаға қараңызшы, Қарлығашқа. Меруерттің атынан мен айтып қойдым деді. 516 машинада ағып тастадым да, сосын Қарлығашқа бардым. Қарлығаш. Мен Меруерттің атынан келдім. Марат қалып қойды уже жайында. Марат статуправлениеде жүр, отчет тапсырып. Қарлығаш айтады, күте тұрыңыз деді. Күттім, 1 сағат өтіп кетті. Степан шаруасын бітіріп қойды уже. Уже кетіп бара жатыр ол. Сосын Қарлығашқа айттым, Қарлығаш, не болып жатыр өзі? Ой, кешіріңізші, талон алыңыз деді. Талоным 712 номер болып шықты. Уже тағы 100 адам шаруасын бітіріп кетті. Таныссыз-ақ. Мен таныспен жүрмін, 3 сағат болды, әлі біткен жоқ менің шаруам. Вообще мен ойлаймын да, қазақтар таныссызбен келеді да, орыстар вечно возникать етіп вопрос, что это такое? Өткізбеңіздер ана деп. А қазақтар үндемей тұрады бәрі бейт. Өткен бәрі таныспен келіп отыр да. Білдіріп қоймау керек та, бар. Неге сонда бәрі напряженно жүреді десем, оказывается, таныс арқылы келген білдіртпеу керек екен ғой. Біліп қоймау керек екен. Сосын Қарлығашқа мен ұрыстым. Қарлығаш, бүкіл сонға естірдім. Мен Мараттың аттан келіп отырмын, Қарлығаш. 4 сағат болды, бітірсейші менің шаруамды деп. Сосын Қарлығаш, маған не айқайлайсыз? Сіз вообще Мираның аттан келіп отырдым дедіңіз маған. Қайдағы Марат? Мен Марат танымаймын деді бір уақытта. Сосын мен айттым, сен не қылған жатсың? Мен 4 сағат болды ғой, шаруамды бітірмейсің ба десем. Маған не қыл дейсің, база істемей тұр. Қалай істемейді? Сендер қалай адамдар не істеп отырсыңдар? Сен ұйықтап отырсыңдар. Неге маған ұрысасың деді. Окошканы жартыда, тайдан ағыз. 8 адам артындағы адам боқтады мені бір уақытта. Аға, ұрыспасаңыз, онсыз да шаруамызды бітіре алмай жатырмыз. Бір уақытта біреу ұрысты, сонда бір-біріңе жайлап сөйлеңдер, қазір сонның директорының көңілі қалып қойса, сон жауып тастауы мүмкін. Шаруамызды бітіріп алайық та бүгін деп. Соны күтіп тұрмын, сол 4-ші окошкада бір кемпір тұр, орыс. Күйеуі қайтыс болған екен, сол гараж қалып қойған екен күйеуінен. Соны өзінің атын ауыстыра алмай отыр екен. Соны айтып жатырмын, что это такое? Я уже 3-й год за одной справкой хожу, ей-богу, я уже устала, я далеко живу, бірдеге. Но сіз түсінсеңізші, сіз документтер тапсырған жоқсыз, анау мынау. Ну как так можно? Ну, господи, лучше бы я сдохла деп тұрады кетті. Шашақ кеткен ғой енді. Мен бір түсінгенім, лучше таныссыз арқылы заңмен жүрсең, өзі заң сенің шаруаңды үйлестіріп береді. Жалпы ЦОН Қазақстан бойынша, СНГ бойынша ең мобильный ЦОН біздің ЦОН екен. Представляете? Біз жамандап жүрген соңше 42.500 теңге алдыңдар ма бәрін? Давай, не будем, айттыңдар. 42.500 алдыңдар ғой, ойбай, 40 бала жаздық қой. ЭЦП дегенін алдыңдар ма бәрін? Бәрін ЭЦП-ларының мен кодын білем. Үлкен А, кішкентай А, 1, 2, 4, 5, 6. ЭЦП-ларында аш жібер, 42.500 өзіме аударып алайын ба десең? Сөйтіп, в общем, немді бизнесімді тіркедім, суши пицца аштым. Бұйыртса хабарласыңдар, жарнама, суши пицца мен сатам 2000 теңгеден. Егер мен доставка жасайтын болсам 3000, сол пиццаның коробкасын ашып беріңіздер десең 3200, кесіп бер десең 4000, кесіп тарелкаға салып бер десең 5000-ға істеймін ол услуганы. Біз асығып тұр едік, балаларымызға қарай тұрасыздар ма десе 7000. Короче, любым способмен ақша табу керекпін. Вот.
представляете, біз сондай дәрежеге жетіп қалдық қой, құдай. Бәріміз осындай болып қалдық. Сондықтан да мен ойлаймын, мына келе жатқан 2021 жыл ғой, сиыр жылы өзі сондай сүтті жыл ғой, біз берекелі болсын жылымыз, мерекелі болсын, мына індеттен тезірек құтылайық, бұрынғы заманымызға қайтып келейік. Еліміз, заманымыз тыныш болсын, мереке құтты болсын, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын.